Бармысың, бауырым? Авторы Дархан Ізтілеу, оқыған Назерке Еркінбекқызы. Бір әке мен шешеден екі ұл едік. Әкеміз өлкемізге белгілі, ауқатты жан еді. Анам да әкемнің бизнесіне көмектесіп, бізді де тәрбиелеп, қонағында күтіп, есі шығып жүгіріп жүретін еді. Өзіміз Павлодар қаласында тұрдық. Інім Берік менен 3 жас кіші. Екеумізге де жоғары білім әперіп, астымызға жаңа маркалы көлікті де мінгізді. Әкемнің бізге алып қойған Павлодар, Алматы қалаларында үйде болатын. Бірнеше наубайхана, асхана, жиһаз жасайтын шеберханасы да бар еді. Оқуымызды аяқтап, Берік екеуміз 1 жылда үйлендік. Берік Алматыда оқығандықтан оңтүстік облысының қызын алды. Ал мен өзіміздің Баянауылдың қызына үйлендім. Осылайша күндер өтіп жатты. Ата-анамыз немерелі болып та үлгерді. Мені бөлек отау қылып шығарды да, Берік ата-анамның қолында қалды. Бала кезден бизнес мектебін меңгеріп өскен біздер бизнес әлеміне оңай еніп кеттік. Мен Қытайдан машина тетіктері мен доңғалақтарын әкелумен айналыстым. Берік құрылыс саласына араласты. Осылайша әкемізден берген қаржысымен басталған бизнес тез жүріп кетті. Күннен күнге ақшаның қызығына еніп, біздер бас алмай бизнес жасадық. Біздер үшін күн мен түн бірдей еді. Мереке тойларда ата-анамның үйіне жиналамыз. Ата-анамның келіндері ешқашан жоқ деген сөз естіген емес. Балалары бағулы бикештер сән салонын жағалап, дүкен аралаумен күндер өтіп жатты. Жылына 1 рет шетелге дем алуды әдетке айналдырғанбыз. Осылайша біздің үйленгенімізге 5 жыл толғанда ата-анамыз жол апатынан көз жұмды. Жылап, еңіреп жүріп ата-анамызбен де қоштастық. Орыстар сияқты балалар туа салып, завещание жазатын біздің қазаққа таңқылық емес қой. Әке өлсе бала мұра деп, бұйыртқанын алып жүре береміз. Бірақ бізде ондай болмады. Әкемнің жылы өткен соң туған ініміз екеуміздің арамыздан қара мысық өтіп, ит пен мысықтай болып араздастық. Арадағы дәу әкеден қалған мұра. Кімге не бұйырады? Кім нені қанағат тұтады? Осы мәселе шешімін таппай, бір үйдің қос азаматы дүние, ақша деген айықпас дертке шалдықты. Берік те айтқанынан қайтпады. Мен де үлкендігімді бетке басып, өз шешімнен қайтпадым. Ақыл айтқан әйелімнің де аузын жаптым. Сот процесі ұзақ болып, туысқандардың, үлкендердің сөзін де елеместен әркім дегеніне жетті. Сонымен соттасып жүріп дүниенің тең бөлісіп, екеуміз екі жаққа кеттік. Берік отбасын алып әйелінің айтуымен Алматы жаққа кетті. Мен Павлодарда қалып қойдым. Кейіннен Астанаға көшіп келдім. Туған бауырмен ат құйрығын шорт кесіп, оның өмірінен хабарсыз болдым. Тіпті ол да менен бір-бірімізді іздемедік. Туысқандардың өлім жетімінде Берік келген емес. Кейде туғаныңды сағынып, іздей бастағанда ойыңды қайтесің оны? Сенен керек қылса өзі іздереді деген арам ой жеңіп кететін. Осылайша біраз жыл өтті. Бала-шаға өсіп-өніп ер жетті. Бірақ отбасымда ешкім ешқашан Берік туралы әңгіме қозғаған емес. Барлығы мені көңіліме қарайтын еді. Жылдар өтті. Есейген сайын туған бауырыма деген сағыныш өрби бастады. Бірақ Берік тараптан еш іздеу, кешірім сұрау деген әрекет ығы білінбейді. Осылайша жүргенде мен жол апатына түсіп, екі аяқтан айырылып арбаға таңылдым. Түзде жүргеннен үйде отырғаным көп. Күні түні ой мазалайды. Інімді сағынамын. Жарыма айтып едім. Менің бұл ойымды бірден құптап, бармысың бауырым телебағдарламасына беру туралы ұсыныс айтты. Бармысың бауырым бағдарламасына хат жаздым. Бір күні бағдарламадан хабарласып, бармысың бауырым бағдарламасына келуімді өтінді. Олардың айтуы бойынша Берік інім де сол күні студияға келеді. Сол күні қалай күттім десеңізші. Түнімен көз ілмедім. Берік қазір қандай азамат болды екен? Немерелер көп болар. Мені кешірді ме екен? Әлде әлі өкпесі қара қазандай ма? Егер де өкпесі болса, бармысың бауырым бағдарламасына келуге келісім бермес еді ғой деген ойлар келе берді. Көптен күткен қуанышты сәтте келді. Туғаным, асылым, Берігім ақ шашты салиқалы азамат болыпты. Көз алдында бірден әкемнің бейнесін елестеткендей. Осылайша жылап көрістік.
Ол қасына қос ұлын ерте келіпті. Алматыда тұрады екен. Інімнің көзінен өкініш пен сағыныш ізі байқалды. Менің арбаға таңылғанымды көріп, тіземді құшақтап ұзақ жылады. Осылайша туған ініммен 20 жылдан соң табыстық. Берік екінші рет үйленіпті. Мені ағамнан айырған сол ашкөз келіннің кесірі деп бір ауыз сөз ғана айтты. Мен де қазбалап сұрамадым. Бұл жерде келінмен қоса ағайынды екі жігіттің де қызба, менмендік мінезі де бар екен анық ұғып тұрмын. Жуықта елге барып, ата-анамыздың басына барып, Құран оқытып, ас беріп, туған туысты аралап қайттық. Інімен қауышқаныма бір Аллаға алғысым шексіз. Інім де енді менен айрылғысы жоқ. Өмірден түйгенім дүние-дүниемен ағайын арасы алшақтап кеткені қиын екен. Назарларыңызға рахмет. Өз пікірлеріңізді комментарийде қалдырып кетіңіздер.